Сәуірдің 21 күні басталған бұл далалық оқу-жаттығу жиынының қазір бірінші кезеңі өтуде. Оған Әл-Фараби ауданында орналасқан 38 мектептен 1000-нан аса оқушы тартылған. Өскелең ұрпақты ұлтжандылыққа тәрбиелейтін аталған шараны қала әкімінің орынбасары Бахадыр Нарымбетов ашып берді. Бұл әрбір азаматтың патриоттық рухын тәрбиелеуге, әскери қызметке деген құрметті, елімізге деген құрметті, жалпы әскери дайындықтың маңызын көтеретін іс-шара, сондықтан да бұл өте қажет деп ойлаймыз. Жаттығу жиынына келген оқушылар мектеп қабырғасындағы алғашқы әскери дайындық пәні бойынша жинақтаған теориялық білімдерін іс тәжірибеде сынап көруге мүмкіндік алды. Сондай жас өреннің бірі 75-ші мектептің 10-шы сынып оқушысы Жандос Сенбек. Маған бұл іс-шарада көптеген осы өзіме бойыма сіңіретін қасиеттері көп болды. Және де осы іс-шарада көптеген эстафеталық жарыстарға қатысып, және де өзге де мектептердің балдарымен араласып, олармен қарым-қатынас жасап, және де Калашников автоматын түрін, миналарды, бомбалардың түрлерін көрдік. Іс-шара сәуір айының 26-сына дейін жалғасады. Осы аралықта Әл-Фараби ауданынан бөлек Абай мен Еңбекші аудандарынан тағы да 2000-ға жуық оқушы әскери өмірдің қыр-сырын меңгеріп, төзімділік қасиеттерін бойына сіңіреді. Биылғы далалық оқу-жаттығу жиынына 113 мектептен барлығы 3041 оқушы тартылады деп жоспарлануда. Нурзина Төреханова, Мейірбек Төлебаев, Платон Леденев, ТВК телеарнасы.